Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видео өспей тұрған гүлдерге арналады. Соның ішіндегі доллар гүлі туралы айтатын боламыз. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Менің осы каналға салып жүрген видеоларымның көбісі осы доллар гүліне арналады. Қазіргі уақытта доллар гүлдерінің барлығы өскін шығарып, жақсы өсіп жатыр. Міне өздеріңіз көріп тұрсаңыздар, барлық доллар гүлдерінде біреуден, екеуден, кейбір үлкен ыдыста 4-5 өскіннен өсіп жатыр. Гүлдердің жақсы өсіп, өскін шығару үшін бізде бұл гүлдерге көмектесуіміз керек. Суарған уақытта, енді қазір айтып жатады, қыстың күні айына 1 рет дәрумен беріп тұруға болады деп. Бірақ мен әр суарған сайын бұл гүлдеріме дәрумен беріп тұрамын. Мынау менің өздеріңіз тұрақты көрермені болып жүрсеңіздер, менің видеоларымды көріп жүрсеңіздер, мынау менде үлкен бір доллар гүлім бар еді. Сол аяқ астынан, білмеймін, енді өзі солып, осындай жапырақтарының барлығы әжімденіп құри бастады. Сосын бұл гүлді сақтап қалам деп мен бөлдім. Әр ыдысқа отырғыздым. Мынау содан бір бөлігі енді міне қарасаңыздар жанданып, осы тұрған ыдыстың ішінде 4-5 өскін өсіп жатыр, жақсы дамып келе жатыр. Ал енді мен мынау қыртысталған жапырақтарын кеспей отырмын. Шамалы осындай өскіндер шығып, өскіндер көбейгеннен кейін қыржымдалып тұрған сабақтарының барлығын қиып тастайтын боламыз. Ол сабақтарды лақтырып тастамай, суға отырғызып қойып, тамырлатып, әрмен қарай қайттан өсіруге болады. Бұл жапырақтары неден қыржымдалады дейтін болсаңыздар, гүл ауырған уақытта тамыры шіріп, жапырақтары сарғайып, өстіп жапырақтары қыржымдала бастайды. Және де суды өте аз құйғаннан болады. Бойындағы, түбіндегі картошкасындегі судың бәрін ішіп қойғаннан кейін, бұл гүл ешқандай артық су болмағаннан кейін ол сөйтіп қыржымдала бастайды. Сондықтан да бұл гүлге де уақытымен суды қандырып құю керек. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, мына жаңа айттым ғой мен ауыра бастады деп. Содан кейін мен сабақтарын, жаңағыдай қыржымдалған бір жар сабақтарын қиып алдым да өстіп отырғызып қойдым, тамырлатып алып. Бұның отырғанына 1 жылдай болды. Не енді қарасаңыздар, астынан осындай өскін шығып келе жатыр. Енді гүлдерге пайдалы дәруменімізді бастайық. Бұл дәруменді тамырға құюға да болады, немесе жапырағына шашуға да болады. Дәрумендер ол гүлдерге өте пайдалы. Бізге бұл дәруменді жасау үшін бірінші 1 литр жылы су керек. Өздеріңіз жақсы білесіздер, бұл гүл, доллар гүлі жылылықты жақсы көреді. Сондықтан да осы қыс мезгілінде болсын, жаз мезгілінде болсын, біз жылы су құюымыз керек. Енді бізге керек глицин, аспаркам, янтарь қышқылы және де аскаротин. Бұл дәрілердің барлығы дәріханаларда сатылады. Осы дәрумендерді қосып гүлдерге берсек, гүлдеріміз оянып, көптеген өскіндер шығаратын болады. Егер де янтарь қышқылының ұнтағы болса, ұнтағын пайдалануға болады. Ал егер де ұнтағы жоқ болып жатса, ол кезде кәдімгі дәрісінде пайдалануға болады. Бұл сусынды айына 1 рет беруге болады, немесе 15 күнде 1 рет гүлдерге суарған уақытта. Онда да бірінші гүлдеріңіздің топырағын қарайсыздар. Егер де топырағы кеуіп жатса, ол кезде өстіп жасасаңыздар болады. Ал егер де бұл дәрілердің біреуі жоқ болып қалса да, оның әрқайсысын глицинді бөлек, янтарь қышқылын бөлек, сөйтіп бөлекте гүлдерге беруге болады. Және де мен әр уақытта сіздерге айтып отырамын, ең бірінші гүлдеріңіздің топырағы дұрыс болу керек деп. Құйған су топырақта қалып қоймай, міндетті түрде гүлдің астындағы ыдысқа ағып кетуі керек. Қыз келіншектер пікір жазып жатады. Менің осы доллар гүлім өспей тұр, 1 жыл болды, ешқандай өскін шығармайды, я өлмейді, я өспейді деп. Менің сіздерге айтатыным, ертең осы қыс бітіп көктем мезгілі басталған уақытта
ыстық су, яғни қолдарыңызды батырып көресіздер. Қолдарыңыз күймейтіндей ыстық су болса, яғни 30 градустағы ыстық су болса, соны гүлдеріңіздің тамырына құйсаңыздар, гүлдеріңіз оянып, қайтадан өскін шығара бастайтын болады. Менің осы видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздер қандай дәруменмен суарасыздар гүлдеріңізді? Сіздердің гүлдеріңіз өсіп жатыр ма? Соның барлығын пікірге айтып жазсаңыздар болады. Кері байланыс жасаймын. Және де өзімнің білетініммен сіздермен бөлісіп отырамын. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.